өтінішке байланысты болғаннан соң мен сізге осы өрт сөндіру саласы бойынша немесе көлігіңіз бойынша ақпараттар алайын деп келдім. Сонымен қатар мен сізге бір-екі сұрақтарды қойсам болады ма? Мен өзім айта кететін болсам, Жетісай ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің бас маманы, азаматтық қорғау капитаны Сапархан Думан Мырзамұратұлы. Бұл техника КАМАЗ маркалы техникамыз. КАМАЗ АЦ 540. Бұған 5 тонна су кетеді. Сосын 40 литр секундына су сорады. Әртүрлі орысша айтқанда внедорожник дейді ғой. Кез келген жерде жүре береді бұл автокөлік. Ауданымызда жалпы бір өрт сөндіру бөлімі бар, мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі. Сосын Асқата кентінде бір өрт сөндіру бекеті бар. Бізде жалпы саны осы Жетісай қаласында орналасқан нөмір 3-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде жалпы 4 техника бар осындай. Негізгі өрт сөндіру автокөлігі есептелінеді. Және де бір автосаты, автолестница. Біздерді ауданымызда Жетісай қаласында больницаның, емхананың жанынан жаңа домдар түсіп жатыр ғой. Соған байланысты бізге облысымыздан бір автосаты берілген. Бұл қосымша гаражымызда тұр. Мен сізге бір сұрақ қойсам, сіздер осымен өрт шыққан жерге нысанға бару үшін сіздерде жолда қандай қиындықтар туындайды? Жолда әр алуан түрлі қиындықтар болады, кептеліс болады. Бізде Жетісай қаласында мысалы арнайы жол белгілерін білмейтін жүргізушілеріміз де бар. Кейбір жүргізушілеріміз мысалы көлік жүргізіп келе жатқан жүргізушілер жол ережесін білмейді. Қызметтік автокөліктерге жол беру керек екенін білмейді. Менің екінші сұрағым, осы өрт шыққан кезде сіздің ойыңызша осы өрт шыққан кезде қандай себептермен ең көп шығады деп ойлайсыз? Бізде жалпы өрт көп болып тұрады ауданымызда. Мысалы былтыр 325 өрт оқиғасы тіркелді ауданымызда 2023 жылы. Бізде көбінесе тоқтың қысқаша тұйықталуынан шығады. Сосын мұржаның айналасынан, мысалы мұржа қатты қызуынан өрт оқиғасы көптеп орын алады біздің ауданымызда. Себептері сол. Оның жоба ол өрт сөндіргіш дрон болды. Осы менің оның жобам туралы сіз қандай маған кеңестер бере аласыз? Дронымызға байланысты бізде жалпы өрттің екі түрі болады, ашық және жабық. Біз сіз дронын ойлап тапқан соң дроныңызды біз ашық өрттерге қолданамыз. Мысалы ашық өрттер ол мысалы айтсам болады, үйдің төбесі жалпы ашық жанып жатқан өрттерге сол сіздің дроныңызды қолдансақ болады. Сосын жалпы ауданымызда ашық өрттер тағы да мысалы шекара аймағында болып жатады бізде. Шекара аймағында мысалы сухостой, қамыс жанады, жүктер жанады. Соған мысалы сіздің ғылыми жобаңыздағы дронды қолдансақ болады. Келесі сұрағым, осы өрт шыққаннан кейін сіздер осы қалай қоңырауларды қабылдайсыздар? Бізде өрт сөндіру мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде байланыс бекеті деген болады. Байланыс бөлімі осы жердегі қызметкерлер қабылдайды. 101-112-ге хабар берсеңіздер, осы Жетісай ауданындағы барлық қоңыраулар осы жерге келіп түседі. Бұл кісі бізде нөмір 3-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің диспетчері. Осы кісі байланысты ақпаратты қабылдайды, өңдейді, сосын біздің облысқа жеткізеді. Облысқа қарай. Облыс ауданымызда кез келген өрт болсын, басқа да төтенше жағдайлар орын алса, авариялық құтқару жұмыстары орын алса, біз сразу облысқа баяндаймыз. Мысалы, жалған өрттер болса да, мысалы, кішкентай балалар хабарласып жатады, 101-ге, 112-ге барлығы осы жерге түседі. Сұхбат үшін рахмет. Сізден көп ақпарат алдым.